Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 57-ші сабақ тұрлаусыз мүшелер тақырыбында сабағымызды одан әрімен жалғастыратын боламыз. 24-ші жаттығу өлеңді оқы. Даңқты қалалар. Қалалар бар әлемде тамсандырған халықты. Ол қалалар әр елде несіменен даңқты. Париж Эйфель мұнарасымен, Москва Кремльмен, Вашингтон Ақ үйімен, Афина Акрополімен, Алматы несімен әйгілі. Ескен Елубай. Өлеңдегі сұраққа жауап бер. Өлең неліктен даңқты қалалар деп аталған? Суреттегі көріністер не себепті әйгілі екенін дерек көздерден біліп алыңдар. Эйфель мұнарасы Париждің ең танымал сәулеттік туындысы. Оның әйгілі құрылысшысы Густав Эйфельдің атымен аталған. Париждің бұл нышаны уақытша ғимарат ретінде 1889 жылы әлемдік көрменің кіреберіс дарбазасы қызметін атқару үшін жобаланып салынған болатын. Манхеттендегі Крайслер салынғанға дейін 40 жыл бойы әлемдегі ең биік мұнарасы болып саналды. Әлемнің 7 кереметінің ішінде Эйфель мұнарасы 2-ші орында тұр. Осы уақытқа дейін мұнараның 3-ші қабатына 200 миллион адам көтерілген. Ол бүгінгі Францияның символына ғана айналып қоймай, жылына 53 миллион евро әкелетін үлкен табыс көзіне айналды. 2007 жылы Эйфель мұнарасының 120 жылдық мерейтойы аталып өткен болатын. 2005 жылы осы мұнараның астына су қатырылып, мұз айдыны жасалынды. Мінекей, не деген керемет ғимарат, е? Мәскеуге барған адамның ең бірінші көзге түсетін Кремль, Мәскеу Кремлі Боровицкий төбесінің басында, Мәскеу өзенінің сол жағалауында орналасқан. Кремльдің аумағы қабырғаларымен қоршалған және ауданы 27 гектарды құрайтын дұрыс емес үшбұрыш пішініне ие. Оңтүстік қабырғасы Мәскеу өзеніне, солтүстік батысы Александр бағына, шығысы Қызыл алаңға қарайды. Ақ үй Вашингтондағы ақш президентінің резиденциясы. Ауыспалы мағынада Ақ үй ақш үкіметін білдіреді. Ал енді тарихына үңіле қарайық. Америка президентінің резиденциясы болған федералды ғимараттың алғашқы іргетасы 1792 жылы 13 қазанда қаланған. Алғашқы уақытта президент үйі, президент жеке жайы, президент сарайы болып аталып келген. 1812 жылы сұр тастан салынған ғимаратты британиялық әскерлер басып өртеп жіберген. Кейінірек 1817 жылы Хованның басшылығымен бастапқы қалпына қайта келтірілді. Қабырғалардағы өрттің қалдырылған таңбаларын кетіру мақсатында ақ түспен сырлап шықты. Содан кейін 1902 жылы Теодор Рузвельт бұл ғимаратқа Ақ үй деген атау берген. Акрополь. Ежелгі грек тілінен аударғанда жоғарғы қала деген мағына береді. Жоғарғы қала болып есептелетін ежелгі грек қаласы, сонымен қатар соғыс кезінде қорғанатын баспана қамалы. Акропольде жіберуге құдайлардың шіркеулері орналасқан. Афинадағы Акрополь бұл әлем мұнараларының тізіміне енген. Бұл қалада сәулет өнерінің барлық шығармалары жинақталған. Акрополь барлық жақтан көріну үшін
Афинада биік ғимараттар мен зәулім үйлер салуға рұқсат берілмейді. Жыл сайын Акропольді көруге миллиондаған саяхатшылар Афина қаласына жиналады. Алматыдағы тұңғыш президент саябағы. Бұл саябақтың ашылғанына көп уақыт өтпесе де, көпшіліктің жиі келетін сүйікті мекеніне айналып үлгерген. Оның алып жатқан көз жеткісіз аумағын жаяу жүру өту мүмкін емес. Сондай үлкен болуына қарамастан, мұндағы мұнтаздай тазалық көпшілікті қуантады. Кешқұрын қаланың оттары жарқырап бастаған шақта, келген жанды саябақтың әдемілігі шынымен де таң қалдырмай қоймайды. Әуенмен бірге тербелген түрлі түсті музыкалық субұрғақтар өзеннің бірегейлігі мен қонақтардың назарын аударады. Ал кіреберістегі алып қақпа қалпына кеңге жайып, құшағын аша барлық келушілерін қарсы алады. Және де тағы да Алматыда көрікті ғимараттардың бірі Есентай Тауэрс ғимараты. Бұл Әл-Фараби даңғылында орналасқан Алматы қаласының ең биік ғимараты. 36 қабаттан тұратын нысанның биіктігі 168 метр. Мұнараның алғашқы 14 қабатында кеңселер, одан жоғары Райтс Карлтон қонақ үйі, ал соңғы 8 қабатына қызмет көрсету орталықтары орналасқан. Бұл ғимарат қаланың қай бұрышында жүрсең де, мен мұндалап, алыстан көрініп шақырып тұрады. Сұңқар халықаралық шаңғы трамплиндер кешені. Аталмыш спорт кешені 2010 жылдың қыркүйек айында ашылды. Бүгінге дейін бұл алаңда әлемдік деңгейдегі 7 жарыс болып өтті. Жалпы аумағы 28.163 шаршы метрді құрайтын кешен 2 аймақтан тұрады. Бірінші халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізетін аймақ, екінші жаттығу өткізетін аймақ. Бұдан бөлек мұнда 5 трамплинг бар. Шымбұлақ тау шаңғы шипажайы. Іле алатауында шатқалында 2510 метр биіктікте орналасқан. Таудың кереметтей көрінісі, қалың қар мен жайлы климат адамға сергектік сыйлайды. Тау шаңғы спортын сүйетіндер үшін мұнда кез келген деңгейдегі шаңғы трассалары мен тау баурайлары, ыңғайлы көтергіштер және шаңғы мектебі бар. Сондай-ақ бұл шипажайда қонақ үй, мейрамхана, баулинг және монша сынды демалуға арналған барлық нысандар қамтылған. Шуақты күндері Шымбұлаққа келетін демалушылардың санында есеп болмайды. Алматының символына айналған бұл мекен табиғаты таңғажайып орындардың бірі. Ол теңіз деңгейінен 1100 метр биіктікте орналасқан. Аспалы жол Көктөбені қаланың орталығымен байланыстырады. Яғни аттану нүктесі Арман кинотеатрының жанындағы станциядан басталады. Көктөбедегі көтеріліп төмен қарағанда тіршілік қазанында қайнаған алып шаһардың бейнесін көруге болады екен. 25-ші жаттығу. Қатесін түзеп жаз. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Оған саяхатшылар көп барады. Бұл жерде бізде қате жазылған сөз Эйфель, міне мен жанына дұрысын жазып қойдым. Сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талда. Эйфель мұнарасы
әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі баяндауыш Эйфель мұнарасы, ол бастауыш болып келеді. Оған саяхатшылар көп барады. Кімдер саяхатшылар? Не істейді? Барады, бастауыш. 26-шы жаттығу. Ойлан тап. Айтыңдаршы ал енді ұлы қорған бар елді. Айтыңдаршы ал енді пирамидасы бар елді. Жауабын жаз дейді. Әрине бұл ұлы қорғаны бар ел Қытай мемлекеті, ал пирамидасы бар ел ол Египет болып келеді. 27-ші жаттығу. Төмендегі сөйлем мүшесіне талдау үлгілеріне назар аудар. Бірінші, сөйлемдегі қимылды, іс-әрекетті білдіретін сөз тап. Оған не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарының тиістісін қой. Осы сұрақтарға жауап беретін сөздерді біз баяндауыш деп атаймыз. Ал баяндауыштың астын біз екі сызықпен сызамыз. Екінші, сөйлемдегі қимыл әрекет иесіне анық, сол сөзге сұрақ қойып, егер ол кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап берсе, біз оны бастауыш деп атаймыз. Оның астын тек қана бір сызықпен сызамыз. Үшінші, сөйлемдегі сөздерге сұрақ қой. Олар сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері болады. Тұрлаусыз мүшелердің астын ерек сызықпен сызуға болады. Төртінші, сөйлем мүшелерінің байланысты сызбасын көрсет. Яғни сөздердің бір-бірімен байланысын айтамыз. Осылай сызба арқылы көрсетеміз. Оқушылар саяхатқа шықты. Оқушылар шықты. Қайда? Саяхатқа шықты сөздері бір-бірімен байланысады. 28-ші жаттығу. Жоғарыдағы сөйлем мүшелерін талдау үлгісін басшылыққа алып төмендегі сөйлемдерді талда. Ескерткіштер қорғауға алынған. Сәулетшілерді кездесуге шақырдық. Астанада сәулеті құрылысымен ерекшеленеді. Мен өскенде сәулетші болғым келеді. Енді осыларды талдап көрейік. Ескерткіштер қорғауға алынған. Бұл тұрлаулы мүшелер арқылы жасалынған, бастауыш пен баяндауыштан тұрады. Нелер ескерткіштер? Ескерткіштер не істеген? Қорғауға алынған. Баяндауыш. Байланысқан сөздер: ескерткіштер алынған, қорғауға алынған сөздері. Енді екінші сөйлем. Сәулетшілерді кездесуге шақырдық. Кім шақырды? Бұл жерде бізде бастауыш жасырын тұр. Біз деген бастауыш бар. Шақырдық баяндауыш. Сәулетшілерді кездесуге. Бұл жерде тұрлаусыз мүше. Және де байланысып тұрған сәулетшілерді шақырдық, кездесуге шақырдық сөздері байланысып тұр. Үшінші, Астана сәулетті құрылысымен ерекшеленеді. Астана бастауыш, ерекшеленеді баяндауыш, сәулетті құрылысымен ол тұрлаусыз мүшелер. Және де байланысып тұрған сөздер: Астана ерекшеленеді, сәулетті құрылысымен ерекшеленеді сөздері байланысады. Төртінші, мен өскенде сәулетші болғым келеді. Мен бастауыш, сәулетші болғым келеді бірыңғай баяндауыш, өскенде ол бізде болғады тұрлаусыз мүше. Бұл жерде байланысатын сөздер: болғым келеді, өскенде келеді, сәулетші келеді, мен келеді және өскенде келеді. Осы сөздер бір-бірімен байланысып тұр екен. Мінеки бүгінгі сабағымыз өте тартысты, қызықты болды деп ойлаймын. Сендерге де қызықты болса, осы видеоны достарыңмен бөлісуді де ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше, менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.